Қайырлы күн! Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға пісіруді және қамыр жаюды талап етпейтін торттың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге тоңазытқыштан шыққан мұздай сары майды ұнға матыра отырып, үккіштің көзінен өткізіп алу қажет. Ұнды әр үккіштен өткізген сайын ұнға матырып отырып үгітетін болсаңыздар, өте керемет, дәл осындай үгітінді шығатын болады. Осы үгітіндіні екі қолдың көмегімен жақсылап отырып, араластырып, біріктіріп алатын боламыз. Келесі кезекте осы ұнның үстінен қантты салып, жақсылап араластырамыз. Араласып болған осы ұнымызды құрғақ табада оттың астын қосып қуыратын боламыз. Табаға түскеннен кейін біздің ұнымыздың сары майы еріп, түйіршіктер пайда болады. Үлкен түйіршіктер пайда болса, қорқудың қажеті жоқ. Тоқтаусыз дәл осылай қасықтың көмегімен үгіте отырып, қуырып алатын боламыз. Тоқтаусыз араластырған дұрыс, сол кезде біздің ұнымыз бір келкі түске енетін болады. Дәл осылай қуырылған қамыр ұнымызды тағы да 2-3 минут уақыт аралығында қуырамын. Менде барлығы 20 минут уақыт аралығы кетті. Дайын болған ұнымыздың отын өшіріп, суытуға қалдырамыз. Осы уақыт аралығында тортымызға қажетті кремді дайындаймыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып алып, венчиктің көмегімен жақсылап отырып араластырамын. Жұмыртқаның үстінен бір ас қасық кукуруз крахмалын салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламын. Үстінен 6 ас қасық қант салып, тағы да қантымыз толыққанды ерігенше венчиктің көмегімен араластырамын. Келесі кезекте жұмыртқаның үстінен бөлме температурасында тұрған сметанамызды, яғни қаймағымызды салып, жақсылап бір келкі масса пайда болғанша араластырып алатын боламын. Дайын болған осы массамызды түбі қалың ыдысқа құйып, яғни кастрюльге құйып, осы кремді қайнататын боламыз. Қайнату барысында тоқтаусыз дәл осылай араластырамыз. Біздің креміміз қайнап келе жатқан сәтінен бастап қоюланатын болады. Дәл осылай қоюланды, тағы да 1 минут уақыт аралығында тоқтаусыз араластырып қайнатамын. Осымен крем дайын. Кремді оттан алып, бірден үстінен сары майды салып араластырамын. Келесі кезекте үстінен ваниль қантын қосып, тағы да араластырып суытуға қалдырамын. Біздің ұнымыздан 3 ас қасық бөлек ыдысқа алып қалып, қалған ұнның бетін дәл осылай тегістеп, бірдей 4 бөлікке бөліп алатын боламын. Жиырма диаметрлік формамыздың астына және жанына пергамент қағазын төсеп алдық. 4 бөлікке бөлінген ұнымыздың бір бөлігін алып, дәл осы видеодағыдай формамызға орналастырып аламыз.
Келесі кезекте кремді дәл осындай кремге арналған қалташаға құйып алып, видеодағыдай құйып шығамын. Кремді қасықтың көмегімен біркелкі етіп жағып алдым және үстінен екінші бөлігін саламыз ұнның. Екінші бөлігін салып болғаннан кейін үстінен тағы да крем құйып аламын. Және осы кремді қасықтың көмегімен жағып шығатын боламын. Тортты дәл осы реттілікпен жинап шығатын боламыз. Ең үстіне қалған кремімізді дәл осылай жағып аламыз. Және артылған 3 ас қасық ұнымызды торттың бетіне себелеп, барлық жеріне жауып шығатын боламын. Осымен менің тортым дайын. Дайын болған тортты тоңазытқышқа 1 сағатқа салып аламын. Менде 1 сағат уақыт аралығы өтті. Тортты формамыздан шығарып, тарелкамызға салып орналастырып алатын боламыз. Дәл осы нәзік тортты кесіп көрсеткім келіп тұр. Өте жұмсақ, нәзік, ауызда еритін торт. Ешқандай өз формасын жоғалтпайтын, үгіліп немесе ағып кетпейтін, дәлме-дәл рецептпен дайындалатын торттың рецептісін менің осы каналымнан көре аласыздар. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға жаза кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, дәл осындай керемет рецепттерді сіздер бірінші болып көре аласыздар. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы. Келесі рецепттерде кездескенше сау болыңыздар.